Жалпы сахнаға шыққанда енді өнер адамдарында көп емес, мына спортта әркімнің өзінің бір ұстанымы бар, ырымы бар десек болады, сенімі. Мына футболисттер әсіресе поляға шығарда шөпті ұстап бір сүйіп жатады. Енді бәлкім енді сөйтіп гол соғып кетемін деп ойлайтын шығар. Сенімдері ғой енді. Біреулер доп сүйіп атады, вратарлар өзінің воротасын сүйіп атады, теннисшілер жаңа теннисін сүйіп атады, боксерлар перчаткасын сүйіп атады. Енді мен сахнаға шығарда микрофон сүйеді деп ойлап қалмаңыздар. Мен өзім мына костюм шалбарым киіп аламын да, концерт басталмас бұрын мына декорацияның ар жағында өзі бір саңылау болады. Мені көрмейсіздер, мен сіздерді көріп тұрамын. Енді үйренуім керек қой, сіздердің келіп, бірден шыққанда бүйткен кезде, өзім представьте, 3000 адам отырғанда не айтарын білмей қаласыз. Сонда келіп қарап, тұрам бүйтіп, сіздер келіп отырып атасыздар. Сіздердің келіп отырып жатқандарыңыздың өзі бір концерт қой, кәдімгі бар ғой. Жоқ, расымен өздеріңіз байқамайсыздар ау деймін бар ғой. Бір-біріңіз деп атасыздар, кәдімгі. Ол ана есікке кіріп кетеді, ана есіктен шығып, ана есікке кіріп кетеді, мына есіктен кіріп, мына есікке кіріп кетеді, сөйтіп орындарын тауып алдыңыздар ғой. Сонда мен бір байқағаным, осында партерде отыратын көрермендер келіп отырып отырғанда, банағы концертте де қазірде бір кішкене андай бір мақтанышпен бір отырып атасыздар ғой. Партер деген секілді. Арттарыңызға қарап бүйтіп кәдім бар ғой. Аналар қалай отыр екен, не көрейін деп отыр екен деген секілді. Шынымен сондай кәдім, үшеу бүйтіп. Сонда артыңызға қарағанда көрсін мені, мен партерге алдым. Таныстар бар шығар, іші күйсін деген секілді. Шана галерея жаққағын көзін алмайды, біреу барып отыр ма екен ана жерде деп. Ана белетажда отырғандар, белетаж. Белетаж негіз қазақ ойлап тапқан белден келетін этаж ғой. Белетажда отырғандар да мақтанышпен отырады олар. Олар алдына қарамайды, олардың да қарайтын жері бар, олар балконда отырғандарға қарайды. Біз өзі байқайсыздар ма? Ешқашан алға ұмтылмаймыз ғой, өзіміздің артымыздағы қарап шүкіршілік етеміз бар ғой. Баяғыда сондай еді бір кішкене нашарлау тұратын бір көршін тауып аласың да, осыған қарағанда шүкіріміз ғой әйтеуір құрсын. Қазақстанға әйтеуір, Қырғызстан мен Өзбекстан рахат әйтеуір, солар қарағанда жақсымыз ғой деп жүре береміз бар ғой. Басқа бір алға қарай, басқа мемлекет секілді болайық деген ондай жоқты. Бір мақтаныш бар. Ана балконда отырғандардың өздерінде де мақтаныш бар ғой. Өйткені оның ар жағында отырған балконда отырғандар бар баш. Ана аэропорттың қасында отырғандар. Олар кәдімгі бар ғой. Олар жан-жағына қарайды, ешкім жоқ. Концерт басталғанша телефонға қарап отырады, ешкім көріп қоймаса екен құрсын деп жа. Жалпы кім қай жерде отырса да сыйлап келгендер, мына галереяда отырғандар, мына жерде отырғандар ең рақат ана кісілердікі. Олар мына залды да көріп отыр, сахнаның артында көріп отыр, не болып отырған. Шынымен сөйтіп отыр. Бана көрген мәзі, ек көздер сендерде еще, мұн жақта еще. Кім шығайын деп отырған сендерге дейін бұрын біліп отыр. Негізі партерге емес, ана жерге алу керек еді бар ғой негізі. Негізі байқап отырсам, мен бана концертте әр жерге отырып көрдім. Балконға да отырдым, ана жақтаға да отырдым. Әр жерде әртүрлі көреді екенсіздер мені. Мысалы, мына жерде отырғандар, сәлеметсіздер ме? Мен әртүрлі көрінемін. Мына жерде отырған кісілер Қырымнан көреді ғой. Бұлар ойлап отырады. Тұрсынбек кішкене семіріп кетті ғой деп. Не істейді енді? Қырымнан көріп отырған, бетімді көрмейді енді. Семіріп кеткен екен ғой кішкене. Мына партерде отырғандар, олар айтады. Бұлай бойы кішкентай сияқты еді, ұзын екен ғой деп отырады. Өйткені астынан көріп отырған. Қыздар да фотоға түсіргенде кішкене отырып түсірші дейді, бойы ұзын көрінеді ғой енді. Секреттер ғой, айтпай-ақ қояйын, ладно. Ана белетажда, балконда отырғандар, олардың ойы кішкентай екен ғой дейді. Солай көрініп тұрмын ғой. Ал енді ана жақта отырғандар, олар бүйтіп қарап отыр. Мынау өзі вообще Тұрсынбек пе, Тұрсынбек емес пе деп жа. Әйтеуір кім қай жерде отырса да қош келдіңіздер әзіл кешке. Рахмет баршаңызға. Жалпы қазір ұйқыдан тұрғаннан бастап ұйқыға кеткенше мына жігіттер не істеп тұр деп ойлап тұрған шығарсыздар. Қазір айналамың бәрі толған камера болып кетті. Расымен байқайсыздар ма? Білмеймін. Неге камераны қоя береді, толтырып деймді? Бір жерге бір камера тұрса болады, жоқ, 5 камера тұрады. Шаршап кетесің өзі бар ғой. Есік алдына шықсаң, міне камера тұрады. Лифтқа мінсең де камера тұрады қазір. Лифт істемей қалса ешкім келмейді саған. Бірақ не алып тұр сол камерамен түсінбеймін бар ғой.
Сен лифттің ішінде қалып қойсың, көріп тұрмын камерадан демейді. Бірақ камера тұрады. Машинаға мінсең де камера, артқа берсең де камера, алға берсең де камера. Жұмысқа барасың, тағы камера. Не алған көп камера, мен түсінбеймін бар ғой. Банкоматтан барып жаңа ақша алайын десең, тоже камера тұрады ғой. Өз ақшаңды алайын деп жатсың, ұрлап атқан жоқсың. Өз ақшаңды алуға камера тұрап, қарап тұрады ғой, қанша алып атырғаныңды. Бір миллиондап алып атсаң нормально, мақтанып алатын. Бір 50-60 мыңды кәдімгі өзі анадан тығып аласың дейді. Мен таңғаламын, камера көп. Бірақ мен таңғалатыным бар ғой. Бір жерде бірдеңе білдіріп қалсаң, камера істейді. А саған бірдеңе оқып қалса, ол камера істемей қалады. Бір жерде подъездың алдына темекі тартсаң, камера істейді, штраф келіп тұрады. А сол жерде біреу соғып кетсе, ол камера істемейді екен, оказывается. Жолда 80-мен өтіп кетсең, 60. Шот келіп тұрады. А сол жерде бір машина артынан тыңқ десе, именно сол жерде камера істемейді. Короче, өздеріне керек камера істейді, халыққа керек камера істемейді. Жолдың бойын айтсаңыздар, Құдай-ау, нағылған толған камера, мен түсінбеймін. Қазір жолда бар ғой, мен сіздерге айтайын, қалада вообще құс ұшпайды ғой, байқайсыздар ма? Торғай ұшпайды қазір, өйткені қонатын жер жоқ. Қазір бос орын тұрса камера қойып тастайды. 10 метр сайын камера. Толған камера, неше түрлі камера, не білмеймін, не түсіріп атырғандарың бар ғой. Енді мен камералардың ішіндегі жолдың бойындағы мына камераны жақсы көремін. Бұл Спанч Боб деп аталады халық арасында. Осы камера әйтеуір түсірейін деп атқан ескертетін жалғыз камера. Үші түскенін көресің, пычық деген кезде ішіңне айтасың, өз обалың өзіңе деп бар ғой. Үші ана сызық болады, бір үш сызық, бұдырып деп өтіп кетесің, үші сезесің. Шот келсе бұдан ренжімейсің, түскенін көрдің. Ең ұнамайтын камера маған мына камера. Шпион, нағыз шпион камера мынау. Ана камера қойды, чық деп жанады ғой. Ана сергек деген шықты, ол қайт түнде ультрафиолетті қызыл свет жанып тұрады. Мынада дым жанбайды бар ғой. Не түсіріп тұрған білмейсің. Не істеп тұрған, не істемей тұрған білмейсің. Үші бүкіл ақшам бәрі осыдан келеді бар ғой. Шпион, аказ телефонмен сөйлеген, ремен таққан, анан таққан, бәрін осы кәдім бар ғой. Мына камера міне, жақында пайда болды, Виноград. Сергек камера бар ғой, кәдімгі бар ғой, бұл. Толып тұр ғой. Автобусный полоса керек қой. Баяда бір ойлайтынбыз, автобусный полосаны түсіреді екен ғой деп. Сөйтсем бұл бәрін түсіріп тұрады екен ғой қазір. 60-тан асырсаң болды, қазір рахат. Мен ойлаймын да, мына Голливудта, мына сергектен бар ғой, бір жылға толмай 1 миллиард 300 миллион теңге түсірген, мына сергек. 1 миллиард. Ал Голливудтың камерасымен түсірген кино бір жылда 1 миллиард түсірген. Но сонда Голливудтан асып кетіп тұр ғой. Байқайсыздар ма? Кассовый сбор деп осы сергекті айтуға болады. Бір Астанадан еще. Залда да неше түрлі камера бар, көріпсіздер. Бірақ бұл сергек емес. Сергек отырыңыздар. Бұл камеранда өзінің түсіретіні бар. Шапалақ ұрып отырған, күліп отырған адам түсіреді. Көңілді отырайық. Рахмет.